Енесін көрген Айнұрдың көзі бақырайып кеткен. Қорыққанынан тұрмаққа икемделіп жатыр еді. Жата бер деп қолымен көрсетті. Жағдайың қалай? Жақсымын апа. Көзін төмен салып жатыр. Кімнің баласы? Үнсіздік. Кімнің баласы деп тұрмын саған. Енесінің ашуға беріп жатқан көріп бұрынғы жігітімнен. Неге айтпадың? Менің баламды момын, бәріне көне береді, басқа біреудің баласын бауырына басады деп арам оймен келдің бе? Деді. Жоқ апа. Сәбитпен кездескенде мен өзімнің жүкті екенімді білмедім. Бір жігітпен кездесіп жүредім, ішіп алып қарсылығыма қарамай, арам ойын іске асырды. Содан кейін енді менен басқа ешкімге керек емессің, сондықтан менің айтқаныммен жүресің деді. Мені ешкім алмайды деген оймен соның айтқанын жасап жүрдім. Бірақ соңғы кезде қол көтеретін болды. Қол көтергеніне шыдай алмай, одан бір жолы айырылыстым деді. Тыңдап отырған Сәбиттің анасы бір күрсініп алды да, менің саған айтарым. Келін ретінде маған ұнайсың. Саған тағар еш айыбым жоқ. Мен баламды ажыратып басқа бір қызды әперем деп айтпаймын. Қазір үйлену де оңай емес. Бірақ айдаладағы біреудің баласын мен өзіме немере етпеймін. Сәбит бала етпейді. Сондықтан мына қыздан бас тартасың. Мен сені балаңмен емес, тек өзіңді қабылдаймын. Егер бас тартпаймын десең, Сәбитпен ажырасасың деді. Үндемей тыңдап отырған Айнұр не айтарын білмеді. Бауыр еті баласын тастасам ба, жоқ әлде осы қызымен қалсам ба деп ойлап отыр. Ұзақ ойлана да алмады. Басында енесі тез жауабын айт деп күтіп тұрды. Сосын басын шұлғып, жарайды, сіздің айтқаныңыз болсын деді. Бірақ ойы жан жақта, дұрыс жасадым ба дегендей. Не де болса пешенемдегіні көрермін, дұрысы осы болар деп өзін өзі басты. Кішкене өз-өзіне келіп алған соң қиналса да қызына қарамауға тырысып, туған қызынан бас тартамын деп қолхат жазып, ауруханаға қалдырып үйіне шықты. Айнұрға ауыр тигені сонша жаны сонда қалып, жай құр сүлдерін сүйретіп келе жатқандай болды. Сәбит босанған жөнінде ештеңе демеді. Анасы бәрін түсіндіріп айтқан болу керек. Жұмған ауыздарын ашпады. Бұрынғыдай жүре берді. Басында іші алай-дүлей болып оймен арпалысып жүрді. Бекер тастадым ба деп ойының бәрі сол болды. Артынан өз-өзін жұбатып, болар іс болды. Енді бәрі кеш. Осы өмірді таңдадым. Енді алдағы өмірімді ойлайын деп жүрді. Қу тіршіліктің соңында жүріп, қалай уақыт өтіп жатқанын байқамады. 4-5 айдан кейін өзінің көтергенін білді. 9 айға жеткізіп, ол босанды. Артын суытпай тағы 3 ер бала босанды. Қазіргі уақытта Айнұр жұмыс жасамайды. Осы балалардың тәрбиесімен айналысады. Бұрынғы томпақ Айнұр жоқ, азып кеткен. Ауылдың қу тіршілігі аясын ба? Қолының бәрі тілім болып жүр. Сәбит бұрынғы жүк машинасымен зат тасып, адал еңбекпен отбасын асырап отыр. Айнұр алғашқы ана тандырған қызын ойлап, анда-санда ешкімге көрсетпей жылап алады. Бәрібір бауыр еті баласы ғой, ойынан кетпейді. Не істеп жүр екен, кім асырап алды екен, қазіргі жағдайы қалай екен, не ішіп жүр екен деген ой мазалайды. Бірақ қолынан не келеді, іштей тынғанымен сыртқа білдірмеуге тырысып жүр.